Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Желтоқсан айының да бірінші декадасы аяқталуға жақын. Жеміс ағаштарын кесетін уақыты басталып қалды. Міне, бүгін үйге келдім. Мынандай бір жылдық өскіндер өте биік. Мынаның кішкене құрылысы дұрыс емес. Шеткінізгіде кішкене вертикалды өскен бұтақтары көп. Жалпы осыларды қазір жөнге келтіретін боламын. Бірінші кескен мына жеміс ағаштары. Бұл жерде көбінесе алма ағашы болды, сосын алмұрт болды, сосын мына жерде өрік бар, алша бар, ар жақта. Қысқасы міне мынандай құрылысы қатты өзгеріп кеткен алма ағашы еді. Сонда кішкене келтіруге тырыстық. Ол бір жылмен келтіре салатын жағдай емес. Бірінші жылы кішкене міне кесе тәріздес қылып келтіруге тырыстық. Сосын міне сырт жаққа бұрып, мынаны да кішкене үлкен арадағы сабақтарын алдық. Қараңыздар, түрі қандай. Мынаның кішкентай кезінде құрылысы дұрыс қалыптаспаған екен, бірақ сонда да барынша былай тырыстық істеуге. Мына алма ағашында міне кішкентай көшет кезінде дұрыс қалыптастырылмаған көшеттің құрылысы. Міне біз оны кішкене неге келтіруге тырыстым. Кесе тәріздес, немесе шар тәріздес деп айтады. Сол формаға келтіруге тырыстым. Мынау алмұрт ағашы. Алмұрттың мына жердегі сабағы екеуі кеткен, екі көшбасшы болып. Сол жер кішкене сабақ болып тұр. Қазірше биылша кескім келген жоқ, өйткені мына жерін апсайтын болсам, мына бір жақ жалаңаш болып қалайын деп тұрды. Биылша осы күнше тұра тұрсын. Келер жылы мына жерден бұтақтар жайлап шыға бастаса, мына жерден сосын биыл осыларды кішкене өсуін үдетіп, келер жылы маған кесіп алып тастауға болады. Сол кезде кішкене не дейді, веретено тәріздес қылсақ болады. Мынау да мысалы алма ағашы. Кішкентай кезінен айырып қойған, мына жер бүйтіп тұр. Дұрыс қалыптаспаған, мына осылай қалдырып отырыстық биыл кішкене осыны. Мына алма ағашы мүлдем мына кішкене жаман бұтақтарын бәрін кесіп алып отырған. Бәрін кесіп тастап берген. Көрдіңіз қандай жалаңаш болып қалған. Енді осы алдағы жылда бұның ана бүршіктері қатты оянған кезде бұнда шар тәріздес келтіретін боламыз. Бұнда осылай қалдырдық. Мына алма ағашында міне. Неге бұндай бойын түсірдік төмен қарап? Өйткені ертең алма жинағанға да кішкене жеңіл болсын дедік. Бұның үстіне қараңыз, арасына ауа кіреді, күн сәулесі түседі. Бір-біріне кедергі болып тұрған жоқ, жақсы нәтижеге жететін болады алманың дамуы. Мынаның да төбесін біраз төменге түсірдік. Бұл алша. Бұл алшаны бойын ұстап отпасаңыз өте көкке ұмтылғыш ағаштың бірі. Мынау өрік, міне. Өрікте де кішкене былтыр кесілген атпа бұтақтар өте көп. Оны бәрін тазаладым. Мына жерде бір шие тұр. Жоқ, мынау да алша болды, алша. Анау ар жақта өрік тұр. Мына жерде алма ағаштары. Алма ағаш. Формалар осындай болды. Енді бұл жердегі жасалынатын жұмыс. Биыл ағаштар қараңыздар қанша кесілді. Бұтақтары. Ендігі осы көктемнен бастап бұлардың енді қанша массасын айырып қалды. Фотосинтезден жасайтын тамыр жүйесіне әсер ететін. Сол үшін бұлар енді тамыр жүйесі қатты жұмыс істейді. Ағаш өте қатты жұмыс істейді атпа бұтақтар шығаруға. Сол атпа бұтақтар өте көп шығатын болады. Соларды жазда кесу жұмыстарын ұйымдастыру керек енді. Негізі кесілген ағаштан бұтақ қалып кеткен жоқ. Формасы мынандай болады. Енді алдағы уақытта тағы бір видео салған кезде нені көрсететін боламын. Қайсы өсу бүршіктерді, қайсы өсетін бүршік, қайсы жеміс салатын бүршік. Қайсын қалдыру керек, қайсын кесу керек деген сияқты. Алдағы осы қыс бойы бұра жұмыстарды, кесу жұмыстарын мен видеоны бөлісетін боламын.